Облыс орталығын Түркістан қаласына көшіру туралы жарлыққа қол қойғалы отырмын. Түркістан 2018 жылы президент жарлығымен облыс орталығы атанды. Сол 5 жылдықтың ішінде қалада көптеген құрылыс жұмыстары жүргізіліп, қала қонақтары мен жастарына арналған демалыс орындар көптеп салынды. Қалада серуен құратын 7 ірі демалыс орындары мен аллеялар бар. Қаланың кешкі көркі мен соңғы жылдағы өзгерістері қонақтар мен тұрғындарының көңілінен шығуда. Қазіргі Түркістанның жағдай ол біршама өзгерген. Өткен облыс болғана 5 жыл болды. Өзімізде облыс болған кезде студент болып келдік қой. Тек қана кесенеге ғана келуші едік. Ал қазір караван-сарай осы арбаттардың өзі қаланы гүлдендіріп тұр да, өңіне өң қосып. Негізі жалпы өте керемет. Туристердің де осы қала қонақтарында тұрып демалуына да барлық жағдай жасалған. Фонтан десем фонтаны бар, ойнайтын жерлерде, қыдыратын, көретін жерлерде өте керемет. Өзіме қатты ұнайды негізі осы қазіргі қала. Бірақ бір ұнамайтын жері осы Түркістанда салынып жатқан жақсы жерлерде мұсырдың көп тасталуы, жалпы өзіміз тұрғаннан кейін бұл қалада таза ұстаған дұрыс деп ойлаймын. Мысалы, әдемі жерлердің көбісін осы мұсырлар құртып жатады. Қалада қоғамдық қауіпсіздікті сақтау мақсатында көпшілік жиналатын арнайы орындарда 10-нан астам сос батырмасы орналасқан. Сол батырмалардың бірнешесін өз көзімізбен көріп тексеріп қайттық. Біз қазір дәл осы Гүлдер саябағындағы сос батырмасын тексеріп көрмекшіміз. Өкінішке орай бұл жұмыс жасамайды екен. Тағы да бір керуен сарайда орналасқан тағы да бір сос батырмасының жанында тұрмыз. Дәл қазір бұл батырманы да басып тексеріп көреміз. Жауап жоқ, бұнда тексеріп көрдік, ешқандай бізге жауап берілмеді. Полициямен тез байланысуға арналған құрылғылардың жұмыс жасамау себептері мен қаладағы жүзеге асырылып жатқан шараларды сұрау мақсатында полиция бекетіне бардық. Алайда бір сағаттан кейін бола ма? Командир келеді екен, өзі сөйлесе, өзі сөйлеп, не береді, түсіріп. Осыны келем бір сағаттан кейін. Тамақтан осыны бір сағаттан кейін. Болды ма бір сағаттан келеді. Полиция бар ғой негізі, соларға барып көрсетші, қыздар тұрады. Қай жаққа тұрады бар? Арғылыста дәл осында бір турист полиция бар. Қызметкерлер сұрақтарымызға жауап беруден бас тартып, сос батырмаларына жауапты басқарма өкілдері деп қысқа қайырды. Қауіпсіздік жайлы нақты ақпарат алу мақсатында туристік полиция қызметкерлеріне де барып көрдік. Сол басшылық құрамның рұқсатымен ғана біз сіздерге бере аламыз. Жоқ, ол ертең күні басқа бір жақта шығуы мүмкін. Ең өкініштісі бұл ханым да бізге жауап беруден бас тартып, ешқандай ақпарат бере алмайтындығын жеткізді. Түркістан 5 жыл ішінде көрікті қалаға айналды. Кешкі Түркістанда тұрғындар мен қонақтар серуеніне ерекше жағдай жасалған. Алайда жаңа құрылғылар мен полиция бекеттерінің жұмысы жаңа қала үшін ақсап тұрғандай. Ербақыт Нығмет, Ерғанат Балтабай, арнайы сүйікті де сүйкімді әрі ерке Жанерке апайдың сабағы үшін. Құлақ сал жамағат, үстіме киіп алып шапан, төгілсін қымыз, керек емес шампан. Бізге көзқарас өзге, өзім боп ақ